Нуксофом радиосы һәм Жаслар ТВ телеканалы текаршысы журналист Бақытбек Елмановтың естелігіне аралады. Біз бір шаңарақ едік. Бүгін біз жол басшымыздан, әкемізден айырылдық. Нуксофом радиосын, Жаслар ТВ телеканалын қанша минетпенен, сонша ауыр, машақатлы күндерге шыдам беріп, сабыр менен, кеңпейілік пенен осы күнге жеткерген адул ұстазымыз енді жемісін көремен дегенде, сізсіз жолымызды давам етуге мәжбүрміз. Ауыр жоғалту, елесенгіміз келмейді. Қандай қателік қалсақ та, барлығына көз жұмып, хәтте осы уақытқа шекем басшы болып, бір мәртеде ауыр сөз айтып кеулімізге тимей, бар қоллап ауырымызға басып еркелеткенсіз. Сіз бізге тек өнерде емес, өмір жолында да бейбақа мәслихатлеріңіз, достық кеңесіңіз һәм жақсылықларыңыз бенен ұстаздық еткен едіңіз. Бүгін сіз хақыңызда еді деген сөзді айту, арамызда жоқ екенлігіңізді сезіну біз үшін ауыр. Жұмыста жүрсем, жәмиеттік транспортта жүрсем, құлағым тек бір затпен бән, Нуксофом радиосын есту. 2009 жыл 5 сентябрь. Бұл сәне сіз үшін қаншелі қадірлі еді. Біз бұны үшті жақсы білеміз. Себебі бұл сәнеде сіздің қанша жылық арзу армаларыңыз әмелге асқан, тынымсыз минетлеріңіз, әрекетлеріңіз өз жемісін берген күн. Сол күннен басылап, Қарақалпақ журналистикасына өзгешелік кіргізілді. Қаншадан қанша жасларды ізіңізге ертіп, өз ерекілігіңіз, терең біліміңіз арқылы жаңа талант иелерін жүзеге шығардыңыз. Сіз қандай басламаға қол ұрсаңыз да, ол нәтижесіз болмайды ғой еді. Ауа, әзір сізді еслеп, атрапымызға қарасақ, студия ішіндегі әр бір нәрсе сіздің ұлы минетлеріңіздің жемісі екендігін көреміз. Ұстазымыздың жүрегі әмеше жаслар деп соғып тұрады ғой еді. Әр бір ісінде, әр бір сөзінде жасларды қоллап қуатлап тұратығын, біз үшін үлгі тымсалы болып есапланатығын Бақытбек Елманов 2018 жылдың январ айында Жаслар ТВ телеканалына текар салды. Жаслар бап, өзі сияқлы, инсанларға бар қолы жоғары кеуіл кепият үлесуші телеканалда Бақытбек ағаның арзу арманлары орын алған. Бүгін болса, сіздің біздің жанымызда жоқ екенлігіңізді, сізді еш қашан көрмеуімізді, қорғанышымыздан айрылып, барлығы арман болып, тек қана елеске айланғанлығын ойласақ, көз алдымыз қарауытып кетеді. Ойлап қарасақ, осы уақытқа шекем бірде біреуімізге бақырып, ауыр сөз айтып кеулімізге тимеген екенсіз. Жұмыс барысында біраз қате кемшіліктерді айтып, даусыңызды көтеріп сөйлеп қоясыз да, және біраздан соң қате қылған баладай бақырғаныңызға іштей қиналып, кеулімізден шығу үшін барлық нәрсені қылатығын едіңіз. Ешбірімізді қапа қылмайтұғын, қиналсақ бізден көп қайғыға батып, әр біріміз үшін әкеміздей болған қамқоршымыз. Енді сіздей жан күйерді қайдан табамыз? Қиын, ойлауда, сенуде, сізді жоқ деп қабыл етуде. Әттең, тағдыр ісіне шара жоқ. Сізді сағынамыз. Әкеміз де мейірманымыз, қолап қуатлаушымыз, барлығымызға үлгі тымсалы болған әдулі ұстазымыз. Жайыңыз жәннетте болсын. Бізден разы болың. Біз әлбетте жолыңызды давам еттіреміз. Барлығы сіз арзу еткендей болады. Сеніміңізді ақлаймыз. Хош болың, ұстаз. Сіз біздің жүрегімізде мәңгі жасайсыз.